Алтын күн аспаны, алтын даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ержеткен, ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Жасалған уақытты мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Сұрағанам айтты біздің тақырыбы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тәуелсіздігім басты байлығы. Енді балалар, осы жерде мен сендерге сұрақ қояйын деймін. Осы біз тәуелсіздігімізді қай жылы алдық? 90-шы жылы. 1991 жылы, иә? Бірінші ал. Осы тәуелсіздік алуымызға не түрткі болды деп ойлайсыңдар? Неге тәуелсіз мемлекеттік болуға не түрткі болды? Біз бұрын енді 15 республика болып, иә? Отырдық. Неге тәуелсіздік алуға не түрткі болды деп ойлайсыңдар? 86 жылы. Егеменді ел болу үшін бір-бірден айтсақ та болады, иә? Егемендікті аңсадық, соған 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі бастама болды деп ойлайсыңдар, иә? Себепші болды. Ал осы тәуелсіздікке бүгінгі сабағымызда балалар, біздің осы тәуелсіздігімізге неше жыл толып отыр дейміз? 30 жыл. Осы 30 жылда жеткен жетістіктер туралы. Біз неге жеттік? Не қолымызға не жеткіздік? Неге қай жерде біз деңгейде, қай жерде беден бара алдық дегенге тоқталуымыз керек. Сабағымыздың мақсаты осы. Енді мен үйге балалар бір-екі оқушыға өлеңдер бердім жаттап келуге, иә, тәуелсіздік туралы. Кім айта алады, кім жаттап келе алды? Әсел, да, айта алады. Ақылға тегіл аман, арында барман ағысы, бүтіндеп бойын бүленді бүкіл бағышы. Жанданып жатыр жарасын жалап жазатын, табаны тұздан тоздырған төздің табысы. Қағанаттардан Қазақстанға жеткендей, қамшы салдырмас қызанаттардың шабасы. Тағы Абылай, Айбатты арыстандай алыстан Абылай болып жаныштым, мен шарыштым. Әлихан, Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, Алдалаш үшін құрбан болған намыстың. Қайрат пен Ербол, Сәбира ләззат көз жұмған, желтоқсандағы ызғарлы желмен қағыстым. Дұрыс айтасыңдар, иә? Жаңа біз айтып отырдық балалар, біздің тәуелсіздігімізге түрткі болған, осы біздің тәуелсіздігіміздің бастамасы болған бізде желтоқсан оқиғасы бізге тәуелсіздігімізге бастама болды деп айттық, иә? Осы біз егемендігіміз, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты, иә? Өтетін сабағымызда бірінші жеткен жаңа айтып жетістіктер туралы. Қандай жетістіктермен жеттік? Ең алғаш бізге тәуелсіздік алдық, иә? Тәуелсіздігіміздің басты байлығы жаңа ғана айтып біздің тәуелсіздігіміз. Ең үлкен байлығымыз. Енді тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін бізге не керек? Бірінші, не деп ойлайсыңдар? Енді басқару керек қой. Енді ары қарай осы тәуелсіздігімізді жоғалтып алмайтын дана президент керек. Осы президентіміз қай жылы сайланды? Кім еді аты? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қай жылы сайланды? 1991 жылы алғаш тұңғыш президентіміз сайланды. Осы соған байланысты болады. Тұңғыш президент күнін де атап өтіп жатырмыз, иә? Ол қай кезде? Қай кезде, қай айда? Жоқ. 30-шы Дұрыс айтасыңдар, желтоқсан айының, желтоқсанның нешесі? 16-сы ол тәуелсіздік алған күніміз емес па? 1 желтоқсан, Абылай дұрыс айтасың, 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күні. Ары қарай біз тәуелсіздігімізді алдық. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бізге не керек енді? Шекарамыз керек, шекарамызды бекіттік. Қай елдермен шекараласамыз? Біз неше мемлекетпен шекараласамыз? Ресеймен шекараласамыз, Қырғызстанмен шекараласамыз, Қытаймен шекараласамыз, Өзбекстанмен шекараласамыз, және Түркменстанмен қай жермен шекараласамыз балалар? Міне, дұрыс айтасыңдар. Біз міне
елдердің бірі Ресеймен шекараласады. Иә? Ресеймен. Мына жақта не жерден қарасаңда Қытаймен шекараласамыз, иә? Одан кейін мынау жер қай жер? Мына Қырғызстан, дұрыс айтасың, Қырғызстанмен. Одан кейін көршілес оңтүстік жағымызда, оңтүстігімізде Өзбекстанмен. Ал Түркменстанмен қай жерге шекараласамыз? Каспий теңізі арқылы, дұрыс айтасың, Түркменстан Республикасымен, Каспий теңізі арқылы шекарамызды бекіттік. Енді бізге тәуелсіз болу үшін не керек тағы? Тәуелсіз мемлекет болу үшін Басқа елдерді мойындаған. Президент басқа елдердің мойындағаны керек. Біз тәуелсіз болдық деді. Бізді мойындау керек. Кім мойындады бірінші болып бізді тарихта? Түрік мемлекет, иә, Түркия Республикасы біздің тәуелсіз екенімізді бірінші болып мойындады. Біз тәуелсіз болдық, президентімізді қойдық. Сөйтіп 1991 жылы біз тәуелсіз бола қалғаннан кейін тұңғыш ғарышкер қазақтан шыққан, қазақ даласынан шыққан Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Одан кейін ары қарай келесісі 1991 жылы. Бұл не бізде қандай ең үлкен тарихи оқиға? 1991 жылы біздің Қазақстанымыз атом ядролық сынақ өткізетін Семей полигонын жабу туралы жарлық шығарды, иә? Осы үшін осы Семей полигоны жабылғаны туралы жарлық шықты, иә? Осы бізде өте үлкен бүткіл әлемге үлгі болған, әлемдегі бүткіл алпауыт елдерге түрткі салған, ой салған үлкен оқиға. Осы үшін Назарбаевтың еңбегі бағаланды деп ойлайсыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар? Бағаланды. Қандай нелер берді деп ойлайсыңдар? Атақ берілді, немесе сыйлық берді? Иә, осы бейбітшілікті орнатуға байланысты, иә, жақсы саясаткерлер үшін Нобель сыйлығының иегері атанған. Одан кейін 1994 жылы тағы да жетістігіміз біздің тағы бір Талғат Мұсабаев біздің ғарышқа ұшқан екен. Ол қазір біздің осы ғарышкерлер қай жерде ұшады? Байқоңырда ұшады. Дұрыс айтасыздар, Байқоңырда біздің ғарышқа ұшты. Содан кейін ең үлкен тағы да Қазақстанның қол жеткізген үлкен бір жетістігі 1994 жылы 5 желтоқсанда Будапешт қаласы. Будапешт қаласы қай мемлекеттің республикасы? Жоқ, Будапешт Европада мемлекет. Венгрия, дұрыс айтамыз, Венгрияның астанасы Будапешт қалада Ұлыбритания, Ресей және Америка құрама штаттарының басшылары Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне кепіл беру туралы меморандумға қол қояды. Яғни бұл жерде неге ол Қазақстанның қауіпсіздігі туралы меморандум қабылданды? Яғни 94 жылы тәуелсіздік алғанымызға неше жыл өтті? 3 жыл өтті, иә? Сонда бізге ешкім тиіспейтіндей, біздің тәуелсіздігіміз қалыптасып сақталып қалатындай тәуелсіз мемлекет екенімізді бүткіл дүние жүзі мойындады ғой, иә? Біз біріккен ұлттар ұйымына мүше де болып алдық, иә, қазіргі жағдайда. Үстіп тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін меморандумға қол қойды қауіпсіздігіне. Ал 1994 жылы бұл ненің белгісі еді, балалар? Мына ненің белгісі? Евразиялық одақ құру жөніндегі бастаманы, идеяны тастаған біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы бастаманы жасады. Ары қарай бұл біздегі ең үлкен жер қойнауынан алынатын байлық, әлемге танытып отырған біздің елді. Иә? Қандай? Бұл мұнай. Дұрыс айтасыңдар. Содан 1994 жылы Қазақстан Республикасының парламенті заңды қай жерде қабылдайды балалар? Заңды кім қабылдайды? Біз қабылдаймыз ба? Жоқ. Парламентте, дұрыс айтасыңдар, парламентте стратегиялық өте үлкен маңызы бар мұнай заңы қабылданды. Мұнай туралы, мұнайды қазір өңдеу, шетелде мұнай өңдейтін инвестициялар тарту туралы, иә? Қазір сендер білесіңдер, мұнайды бізде қай жақта өңдеп жатырмыз? Қай өңірлерде? Батыс өңірінде, Атырау, Ақтау жағында, Маңғыстауда батыс өңірлерінде өңдейді. Осы жақта сендер білесіңдер ме, қандай бізде Қазақстанда мұнай өндіретін шетелдік компаниялар бар? Қандай инвестиция құйылды? Қай елдерден? Білесіңдер? Ау? Ресейден бар дейік, жарайды. Қытайдың алпауыт зауыттары тағы? Жоқ, Өзбекстаннан келген жоқ. Францияның бар, Англиядан, Америкадан, иә? Осында мемлекеттер сияқты мемлекет, тағы да басқа мемлекеттерден бізге қаржы құйылып игере бастады. Ал ең үлкен жетістігіміздің бірі, тәуелсіздікте қол жеткізген үлкен жетістігіміз бұл кім еді? Абай Құнанбаев атамыздың 95 жылы неше жаста болады? 150 жылдығы
ЮНЕСКО көлемінде атап өттік. ЮНЕСКО көлемінде біз атап өттік. Ақылайдың данышпан қазақ халқының дана ақыны Абай Құнанбайұлының ЮНЕСКО көлемінде атап өтті. ЮНЕСКО көлемінде атап өткенді қалай түсін? Бүткіл әлем, бүткіл әлем ЮНЕСКО көлемінде Абайдың өлеңдерін жаттады, Абайдың жылы болып, Абайды 150 жылдығын атап өтті. Ал сол жылы 1994 жылы 1 наурызда біз бұл менің символ еді балалар. Жоқ, Қазақстанымыз, Қазақстан. Дұрыс айтасыңдар, халық ассамблеясы. Неге халықтар ассамблеясын құрдық? Біз Қазақстан қандай мемлекетпіз? Көп, неше ұлт мекенбіз? 131-ден астам ұлт мекендейтін көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін 94 жыл 1 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан халықтар ассамблеясы ол туралы жарлығы шығады. Содан бері уже енді осы мемлекеттің тыныштығын сақтап отырған, мемлекет болып қалыптасып жатқан осының дамуын өркендеуіне әсер ететін осы халық емес па? 131 ұлттан тұрған. Қазір халықтардың бәрі бізде қалай тұрады? Бірдей деңгейде, оның түрі, тілі, ұлтына қарамаймыз. Оның білімі болса, оның істейтін қабілеті болса, ол қай қызметке де орналаса береді. Ары қарай кетті, дұрыс айтасыңдар, тату мемлекет. Ары қарай 94 жылы ең үлкен біздің, жаңа сендер айтып өттіңдер, ата заңымыз болмаса, біз мемлекет емеспіз ғой. Өзіміздің заңымыз қабылданған, Конституция қай жылы, қай айда қабылданды? 94 жылы 30 тамызда ата заңымыз, Конституциямыз қабылданды. Ал осы ата заңымызда білесіңдер ме, неше тармақ, неше бар екені? Осыны мен үйге сендерге айтайын, Конституцияның, яғни ата заңымыздың қандай тармақтан тұратынын, сендерге байланысты қандай, жасөспірімдерге байланысты қандай заңдар бар екенін біліп керек болады келесі сабаққа. Ары қарай балалар, келесіңіз. Осы 1996 жылы тағы да үлкен тарихи оқиға болды. Үлкен тарихи оқиға бұл біздің жаңа айтып жатырмыз Талғат Мұсабаев, одан кейін Тоқтар Әубәкіров, ғарышкерлеріміз қайдан ұшты? Байқоңырдан ғарышқа ұшқанда осы Байқоңыр ғарыш айлағын пайдалану туралы Ресей Федерациясымен бірге келісім-шарт, достық, ынтымақтастық, өзара көмек туралы шартқа қол қояды. Ұзақ жылдарға шарт жасасады. Осыдан басқа тағы да және біз балалар айтпай кеттік. Бізде 2 ғарышкер айттық, 3-ші ғарышкеріміз бар біздің. Дұрыс айтасыңдар балалар, Айдын Аймағамбетов деген біздің 3-ші ғарышкеріміз бар, кешіріңдер, 3-ші ғарышкеріміз бар. Келесі 1995 жылы тағы да тарихи бір жыл. Жамбыл Жабаевтың жылы деп атты. Жамбыл Жабаев неше жасаған? 100 жасаған Жамбыл. Біз былтырғы сабақта балалар естеріңде ме? Біз осы кабинетте Жамбыл Жабаевтың сынып сағатын ашық тәрбие сағатын өткізгенбіз, әдеби монтаж кеш өткізгенбіз, видеоға түсіргенбіз. Оның өлеңдерін жаттағанбыз, сосын кейін не болып еді? Көріністерін ойнағанбыз. Жамбыл Жабаевтың балалық шағынан бастап есейгенге дейін қысқаша өмірбаянынан көріністері жасаған болатынбыз. Ал 1997 жылы балалар біздегі ең үлкен тарихи оқиға біздің қазақтың, қалайша не деп айтсам, қазақтың есінен кетпейтін, қай ғасырдағы ең зұлмат жылдарды еске алу 1997 жылы. Ұрпақтар бірлігімен сабақтастығы және қуғын сүргіндерді еске алу жылы болып есептелді. Осы саяси қуғын сүргін дегенге қатысқа құрбаны болған қандай біздің атақты адамдарымызды білесіңдер? Ахмет Байтұрсыновты білеміз, Сәкен Сейфуллинді білеміз, Міржақып Дулатовты білеміз, Бейімбет Майлинді білеміз, тағы да Жүсіпбек Аймауытовты білеміз, тағы да Әлихан Бөкейхановты білеміз. Осылардың ішінде, мысалы қазақтың қарасаңдар, біздің мемлекет болып қалыптасуымызға, мемлекетті өзі жеке дара құруға болатын еді ғой, осы кістерамын болғанда, саяси қуғын сүргінге ұшыраған. Осы саяси қуғын сүргін дегенде, сол кездегі зұлмат заманда кімнің кінәсі деп есептеуші? Сталин, дұрыс айтамыз, кішкене дауысымыз шығарайық, Сталин, мына жерде суретінде тұр, Сталиннің репрессияға ұшыраған біздің адамдарымыз, азаматтарымыз. Ары қарай енді тәуелсіздігіміз алғаннан кейін
жаңа айттық, біздің астанамыз болмаса, мемлекетіміздің шекарасы болмаса, ата заңымыз болмаса, сонымен қоса біздің астанамыз болмаса, президентіміз болмаса, біз мемлекет емеспіз ғой. Иә? Осы біздің астанамыз Алматы қаласынан қайда көшуші еді? Ақмолаға ауысты. Ақмола қаласын сол жылы не деп атады? Астана. Ал қазір қалай біздің астанамыз? Нұр-Сұлтан қаласы, иә? 1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола қаласы Астана болып аталады. Ал олар 97 жылы жаз айында ол уже көшіп басталған. Сол жылы 1997 жылы біздің мемлекеттік тіліміздің, мемлекеттік тіл қай тіл еді бізде? Қазақ тілі. Осы тіліміздің мәртебесін көтеретін және барлық осы біздің мемлекетте тіршілік етіп отырған ұлттардың тілі, салтын сақтау мақсатында, иә? Қандай заң қабылданады? Тіл туралы заң қабылданады. Тіл туралы заң не туралы деп ойлайсыңдар? Не бар оның ішінде? Оның ішінде орфография, орфоэпия. Иә. Мысалы, жазылу ережелері, иә, тағы да республиканың терминологиялары енгізілді, иә? Тағы басқа. Иә. Сондай әртүрлі нені қабылданды. Тура сол сияқты сол жылы 1997 жылы бізде қарап отырсақ, білім туралы заң қабылданды. Білім туралы заң не үшін керек болды деп ойлайсыңдар? Неге? Бізге білім туралы заңды ашқан. Қазақ жастары еркін білім алуға хақысы. Иә, бұл жерде білім туралы заңда, ол біздің ата заңымызда, иә, барлық адам өмір сүруге құқылы, білім алуға құқылы, ол жазылған. Ал білім туралы заңда ең бастысы ата-ананың құқысы, баланың құқысы туралы, иә, мұғалімдердің құқысы деген сияқты бүткіл қоғамдағы затымен қоса, біз қандай кез келген күнде мысалы бір пән ауысып кетпейді ғой бізде, иә? Осындай қандай пән оқытылу керек, ол жерде қандай жаңалықтар болу керек, осының бәрі кіргізген біздің білім туралы заңымыз қабылданады. Бұл білім туралы заң сол қабылданған уақытында қалды деп ойлайсыңдар ма? Өзгерістер ұшырады ма деп ойлайсыңдар? Иә, кішкене қаттырақ айтсаңдаршы, өзгерістерге ұшырап отыр, иә? Әр жыл сайын олар толықтырылады, оларға өзгертулер енгізіліп отырады. Келесі 2002 жылы тағы да біздің ең үлкен жетістігіміз 2002 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Евразиялық экономикалық қоғам құруға, мемлекеттердің кеңесінің төрағасы лауазымына сайланады. Ол туралы балалар біздің ортадамыздан бізде мысалы слайдқа түспеген әртүрлі жетістіктер бар ғой. Бізде бүткіл дін басшыларын, барлық елдердің діндерінің басшыларын жинап, бізде тоже сондай саммит өткізіледі. Астана қаласы, Нұр-Сұлтан қаламызда, еліміздің астанасында. Сосын кейін ең алғаш тоже тағы да 2002 жылы Қазақстанда біздің сол кездегі Астана қаласында, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында, барлық журналистердің басын жинап, бүткіл әлемде болып жатқан проблемаларды қозғау мақсатында медиа форумдар ұйымдастырған. Осының бәріне басшы болып отырған біздің мемлекетіміз. Сонымен қоса біздің мемлекетіміз алғаш рет олимпиадаға қатысты, тәуелсіз мемлекет болып алғаш олимпиадаға қатысты. Қандай олимпиаданың жұлдыздарын білесіңдер? Олимпиаданың чемпиондарын білеміз. Қандай? Жеңімпаздарын. Кімді білеміз? Ау? Майя Майязаны білеміз. Тағы да? Елеусін. Тағы да? Бақтияр Алтаевты білеміз. Тағы да кім бар? Илья Ильинді білеміз. Тағы да? Геннадий Головкин. Жарайды, ондан айтып қояйық. Біздің де ол мақтанышымыз. Тағы да қандай? Денис Тенді де айтып қояйық. Жарайды, тұрса біз қысқа олимпиадада 3-ші орын алған, иә? Тағы да күрестен бар ғой біздің қазақ. Елдос Смет биыл алды. Оның ең бірінші болып олимпиададан медаль алған біздің қазақ балуанымыз кім еді? Шоқан Ойбай. Балалар, еске түсірейік. Дәулет Тұрлыханов деген ағаларың бар емес па? Одан кейін бокстан тұңғыш Қазақстандікі. Данияр Елеусин. Жоқ, Данияр Елеусиннің алдында. Осы біздің қазір Қырғауылды ауылында тұратын жерлесіміз Серік Сәпиевтің алдында. Үшкемпірі бол, тәуелсіз мемлекет болғанға дейін алған. Тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін кім алды? Ибрагимов, фамилиясы. Ескендір Ибрахим. Өзіміздің бар ғой, спортсмендеріміз көп қой. Ермахан Ибрагимов болған,
неден алған тағы да. Осы биыл Токио олимпиадасына да барды. Ольга Рыпакова бар, иә? Міне біздің қаншама олимпиада чемпиондарымыз. Осылар арқылы бізді тани бастады мемлекетімізде. Осы спортсмендер арқылы, осы спортшыларымыз арқылы біз мемлекетімізді таныта бердік. Тағы да, иә? Ары қарай кеттік балалар. Келесі 2002 жыл тағы да Бәйтерек монументі, иә? Бәйтерек монументі салынып, осы ашылды. Бұлда да үлкен тарихи уақиға. Ал 2011 жылы бүткіл әлемнің назарын тіккен біздің Қазақстанға. Не болды? Қысқы Азия ойындары өтті. Бұл қай қалаларда өтті? Алматы, Көкшетау енді біздер қай қаланың? Солтүстікте? Қай облыстың территориясында? Ақмола облысының территориясында, иә? Яғни Алматы, Астана деп отырған сол, иә? Астана қаласында қысқы Алматы мен Астана қалаларының ортасында қысқы Азияда ойындары өтті. Ал 2017 жылы ең үлкен жетістігіміз? Қысқы универсиада. Ол не нәрсе? Студенттердің 28-ші қысқы универсиада ойындары өтеді. Ары қарай кеттік. 2017 жыл тағы да әлемнің бүткіл назарын аударған. Бұл не нәрсе? Экспо 2017. Бұл не? Қандай тақырыппен ашылған? Қандай атаумен? Жасыл энергия. Энергия, болашақ энергиясы. Болашақ энергиясы. Неге осындай бастама көтерді? Неге олай деп ойлады? Неге болашақ энергиясы, неге жасыл энергия бар? Себебі? Табиғаттан алған баламалы энергия, иә? Жаңа айтқан табиғаттың дұрыс айтасың. Жердің, күннің, судың энергиясына баламалы энергия, иә? Баламалы энергия алу деген сияқты мәселені көтерді. Ал енді балалар, мен сендерге осы сабақты қорытындылай келе, осы бір қолдармен қағаздармен қаламдарымды алыңдар. Тест тапсырмасын берем. Осы тест тапсырмасын орындап шығасыңдар. Көрінбес айтып көрініп тұр ғой, иә балалар? Көрініп тұр ғой, иә? Мына жерден 15 сұрақтан тұратын тест тапсырмасы бар. Ашық жауапты көбісі бізде варианттармен емес, ашық жауапты. Мына жерде бәріне ашық, иә? Ашық жауаппенен жауап беріп шығасыңдар. 5 минут уақыт беремін. 5 минут уақыт беремін. Әлі уақытымыз жетеді балалар, асықпаңдар. Ал 7-ші сұраққа келгеннен кейін ары қарай төменгісін тағы ашып көреміз. Жетеді бір параққа бізге осы тест тапсырмаларын орындап көріңдер. Уақыттарың жетеді. Балалардың тесті тапсырмасын орындау. Жетіншісін болғаннан кейін балалар келесі сұрақтар көшуге анық айтып берсеңдер мүмкін көшіреміз. Hayır, doğru bir dediğim ya.
ашық жауап тест болғаннан кейін кішкене шамалы ойланып жатсыңдар, иә, кішкене сөздерді толықтырып жазу керек деген сияқты. Бәрін болған кезде маған белгілеңдер. Абылай, сендер болдыңдар ғой, иә? Так, Сырым мен Нұрбек әлі жазып жатыр. Сендер болдыңдар ғой, иә, бақыда? Айтшы болдың ғой, иә? Жаз болыңдар, аспандар. Уақыт бар, жеткілікті. Жаз болыңдар. Болды қой, иә, балалар? Ал енді маған жинап бере салдар, аты жөндерін жазып, мына аты жөндерін. Енді осы жерде балалар, біз талқылап өтетін сұрақтар бар екен. Жаңа айтып өттік, біз мемлекетіміздің жалпы рәміздеріміз туралы қысқаша ғана айтып өттік та, ары қарай терең тоқталған жоқпыз. Енді осы рәміздеріміздің авторларына, неден тұратынына, осыған тоқталып өтейікші. Біздің рәміздеріміз, неден рәмізге не жатады біздің? Туымыз, елтаңбамыз және әнұранымыз. Ал бастайық, туымыздан бастайық. Тудың авторы кім еді? Көгілдір түсті жарайды. Тудың авторлары кім еді? Балалар? Ау? Нұрсұлтан Назарбаев. Жоқ, ол әнұранның авторы. Нұрсұлтан Назарбаевпенен және Шәмші Қалдаяқов және Жұмекен Нәжмеден. Бұл әнұранымыздың авторлары. Ал Герцтің елтаңбамыздың авторы кім еді? Атақты саяхатшының фамилиясы бар, ол кісінің тағылымен есептеледі. Шотаман Уәлиханов. Ал енді бізде қалды тудың авторлары. Кім еді? Ниязбеков деген кісіні естіген ме? Иә, тағы да. Ойбай, балалар ұяқтап қалатын ғой, иә? Шәмші Қалдаяқов, міне авторлардың құрамын айтты, иә, және біз әнұранды айттық. Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімедов, елбасымыз, тұңғыш елбасымыз, президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев үшеуі біздің әнұранымыздың авторлары. Герцтің елтаңбамыздың авторын айтты. Енді тудың авторына болмай жатырмыз, ұят болды. Осыны бізге қайнап келуге сендерге тапсырамыз. Ары қарай балалар, енді осы мына жақта төртеуін бір топ, екеуін бір топ болыңдар, үшеуін бір топ, мына жақта бір-бірден қарай салыңдар. Төртте мына сал топ болады, парақтардың қолдарын алыңдар. Сендерге бұл жерде Қазақстан тәуелсіздігінің басты байлығын берді. Осыған байланысты 3 сөйлемнен, 3-5 сөйлемнен тұратын ой толғау. Нақты Қазақстан менің басты байлығым. Сендердің түсініктеріңше, біздің басты байлығымыз не екен? Біздің тәуелсіздігіміздің басты байлығы не екен? Төртеуін бірге қарап отырып, бірге жазыңдар, біреуінен оқысыңдар. 3 сөйлемнен де болады, 7 сөйлемнен, 5 сөйлемнен де болады. Ал ақылдаса қойыңдар. Тәуелсіздігім басты байлығым. Біздің басты байлығымыз тәуелсіздік. 3 сөйлемнен бар, 2 сөйлемнен бар, 5 сөйлемнен бар.
Басқастан отырмайсың. Al ballar, жетеді ау деймін, иә? Al, ballar жинақтай алып қойыңызды. Жинақтай алып қойдым, иә? Так, Али топтарын бітті ғой деймін, сендер? Әлішер? И уже сабағымыз аяқталып келеді. Осы ой толғауымызды қарап шығайық. Сосын Нұрбектің ең соңғы қорытындылау сөзімен аяқтаймыз. Ал, шығамыз тақтасын. Әлішерге жабай, Әлішер оқып ал, балалар келді. Әсел шығасын ба? Демей сендер тоқтан, или Димаш шығасын ба? Әсел шығасын, е? Әсел келді ғой. Ақшатын сен аласың ба? Демей? Bir ауыз сөз е? Ал, сендерден кім келеді? Зарина келе ғой. Әлішер келе ғой. Так, сендерден кім? Абылай келеді. Ал, бір топтан балалар өздерінің топтарымен жасаған ойларын өзгеріп, тәуелсіздігін басты байлығын. Зарина дайындалып жатыр. Ал келе ғой. Әлішер келе ғой. Ал келе ғой. Қайсың аласың? Болды, балалар кез сендердің топтан бөлінесің. Ал Әлішер келесің. Ал, Әлішер келесің. Al, sendiri Zarina. Oldu mu? Al, bastay. Al Asel. Tәуелсіздік алды. Ол тәуелсіздігімізді ең бірінші... Дұрыстауыңыз балалар, кімдер? Ең бірінші тәуелсіздігімізді Түркия мемлекеті мойындады. Қазақ даласында әр адам тәуелсіздік пен егеменді армандаған. Біздің еліміз тәуелсіздік болмағанда басқа елдерге Әлі қол астында, иә? Қол астында, отаршылықта отыр едік дегенді айтқыларың келді ғой, иә? Ал тәуелсіздігімізге мыңдар рахмет. Соңыра келген, иә? Отырған, келіп тұрамын, тәуелсіздік болған жақсыз. Ары қарай? Қазақстан менің басты байлығым. Қазақстанды бірінші Қазақстан өзі бір мемлекет болушы, оған тәуелсіздік керек болды. Және де шекарамыз дегенге ол біздің басқа елдер біздің өзіміздің тәуелсіз мемлекет екенімізді мойындағаны. Және де тіліміз ол біздің өзіміздің ана тіліміз қазақ тілі. Және де оған бірден бір ата заңымызды берді. Бірлігіміздің татулығы, басқа өзгеріп тұрымен бейбітшіл өмір сүру. Және де Қазақстанның көп ұлтты мемлекет болғаны құрметтілігіміз. Біз Қазақстанда көптеген мемлекеттер және де басқа мемлекеттерде құрметтеп берді. Міне айтқым келгені біріккен ұлттар ұйымына мүше болып, біз Қазақстан екенімізді дәлелдедік деген ғой, иә? Рахмет. Абылай. Дауысын шығарып тұр. Қазақстан Республикасының басты әрі қымбат байлығы ол біздің тәуелсіздігіміз болып саналады. Және де оған Қазақстан Республикасының атажайған Конституция, тағы да бір басты байлығымыз ол біздің рәміздер, оларға ту, елтаңба, әнұран секілді. Рахмет. Ал балалар, біз енді өстіп сабағымызды қорытындай келе Нұрбекке бір тапсырма беріп едік. Осы тәуелсіздік туралы бір жыр жазып келген. Жазып келген орнына жастап кетті. Ал тыңдайық балалар. Тәуелсіздік
халқымыздың мақтанышы, тәуелсіздік еліміздің жаттандысы. Тәуелсіздік ұлтымыздың азаттығы, тәуелсіздік жеріміздің ғажаптығы. Тәуелсіздікке 25 жыл толды ғой, бұл дегенім бостандықтың жолы ғой. Әрбір адам еркіндігін біледі ғой, оны қорғап қастерлеп өтеді ғой. Қиындықпен келген бізге тәуелсіздік, қорғайықшы еркіндікті біз мәңгілік. Тәуелсіз өмір сүре білейік, бостандықты мәңгі сақтап жүрейік. Рахмет. Бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Мен сендерге тапсырма, жаңағы біздің білмей қалған тесттегі сұрақтарымызды қайта-қайта көруіміз керек. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан осы 10-шы А сынып оқушылар барлықтарына алғысым шексіз.